Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды зат есім. Біз сендермен өткен сабақта негізгі және туынды зат есімді өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта негізгі және туынды зат есімді анықтайсыңдар. Сурет пен тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін құрастырасыңдар. Балалар, пирамидадағы сандардың орнына тиісті әріптерді қойып, жасырынған нақыл сөздерді табыңдаршы. Мұндағы 4 ө әрпі н, е, р. Өнер. Онымыз сызықша. Өнер, жігіт. Көркі. Жасырынған нақыл сөз өнер, жігіт, көркі. Ендеше қазіргі оқығалы отырған мәтініміз өнерлі бала деп аталады. Мен оқимын, мұқият тыңдаңдар. Өсер анасына еріп, жақын ағайындарына қонаққа келді. Бұл үйде Бекжан деген бала мен оның қарындасы Гүлжан бар екен. 3 бала үлкендерге араласпай бөлек бөлмеде ойнады. Бекжан мен Гүлжан барлық ойыншықтарын жайып салды. Олардың ішінен Өсерге зымыран ойыншығы қатты ұнады. Әлден уақытта Өсерді анасы шақырды. Ол отырып, шай іше бастағаны сол еді, баж етіп жылаған Гүлжанның дауысы естілді. Іле-шала ол ботадай боздап жылап кірді. Қолына зымыран ойыншығын ұстап алыпты. Не боп қалды? Бекжан мұнаны сындырып тастады. Гүлжан, деді осы кезде орнынан тұрған Өсер. Жүр, өзіміз жөндеп көрейік. Әлден уақытта қонақ бөлмеге Гүлжан жүгіріп келді. Әке, ана, міне, жүреді, деді. Өсер жөндеді, деді енді ғана батылдана есік алдына келіп тұрған бүлдіргіш Бекжан. Жарайсың балақай, өнерлі екенсің, деп мақтай бастады бәрі. Өнерлі өрге жүзеді дейді халық. Балалар, енді мәтін мазмұны бойынша тапсырмаларды орындайықшы. Берілген ақпараттардың дұрыс бұрыстығын табыңдар. Өсер анасымен қонаққа келді. Дұрыс. Бекжан Гүлжандармен қосылып кітап оқыды. Бұрыс. Гүлжан даусын шығармай жылады. Бұрыс. Зымыран ойыншығы Өсерге ұнады. Дұрыс. Өсер ойыншықты желім ермексаздың көмегімен жөндеді. Бұрыс. Өсерді өнерлі бала екенсің деп мақтады. Бұл ақпарат дұрыс. Бәрекелді балалар, сендердің де дұрыс тапқандарыңа сенемін. Ал енді берілген сөздер тобынан артық сөзді табыңдаршы. Және ол сөз неге артық? Түсіндіріп көріңдер. Бірінші сөздер тобын бірге оқиық. Өсер, Гүлжан, Бекжан, зымыран, ана. Қай сөз артық? Бұл жерде ана сөзі артық, себебі ана жалпы есім. Қалғандары жалқы есім болады. Және жалқы есім әр кезде бас әріппен жазылатынын естерінен шығармаңдар. Келесі сөздер тобын оқиық. Ағайындар, үлкендер, нағашы, ойыншықтар. Қай сөз артық? Бұл жерде нағашы сөзі артық, себебі ол жекеше зат есім. Қалғаны көпшер зат есім. Ойыншық, бүлдіргіш, халық, балақай. Қай сөз артық? Бұл сөздер тобында халық сөзі артық, себебі ол негізгі зат есім. Ал мұндағы туынды зат есімдер. Берілген суретке мұқият қараңдар. Бұл суреттің атауы аңшылық. Суреттің авторы Ағымсалы Дүзелханов. Суретте не көріп тұрсыңдар? Бұл суреттен аңшыны, итті және ұшқан бүркітті көруге болады.
Осы сурет бойынша қысқаша мәтін құрастырып көрейікші. Бірге оқайық. Аңшылық ерте заманнан келе жатқан дәстүрлі қазақ кәсіптерінің бірі. Қазіргі таңда ең танымалы әрі кеңінен тарағаны салттық аң аулау, саятшылық. Саятшылық аңшы құспен аң аулау. Балалар, аңшылыққа бүркіт, қаршыға және сұңқар сияқты жыртқыш құстарды алып шығады. Жыртқыш құстардың бірі қыран бүркітті қазақ халқы қолға қалай үйреткен? Бұл сұрақтың жауабын келесі бейнематериалдан біле аласыңдар. Асқар тауларды тұрақ қылған, өзен көлдерді суат қылған, көшпенді қазақ халқы салт дәстүрге бай. Саятшылық қазақтың сан ғасырдан бері жалғасып келе жатқан дала дәстүрі. Құстың қыраны, жылқының пырағы нағыз көшпендіге ғана жарасқан. Қыран бүркіт жігіттің жеті қазынасының бірі. Жеті қазына қазақ үшін киелі атау. Алматы облысының Нұра ауылында жеті қазына деп аталатын мұражай бар. Шағын мұражай құсбегілікке, аңшылыққа арналған. Мұндағы жәдігерлер бірнеше ғасырдың көзіндей құнды. Қазақтың құсбегілігі өнердің төресі. Көк еркесі қыранды қолға үйрету дала мәдениетінің бекзадасы саналған. Бүркітті қолға үйретудің екі түрлі дәстүрлі әдісі бар. Бірі ұядан алу, қолбала деп аталады. Екіншісі ұшып жүрген қыранды тормен немесе қақпанмен ұстау. Бұл түз қыраны немесе тірнек, тас түлек, мұзбалақ деп аталады. Қолбала жуас, түз құсы мінезді келеді. Бүркітшілер қыранды баласындай баптаған. Бұрынғы заманда нағыз қыран құсқа қажетті жабдықты шеберлерге арнайы жасататын дәстүр болды. Аяқбау, томаға, тұғыр, балдақ, бәрі көк еркесіне қажетті жабдық. Мұражайдағы жәдігерлерден түсінгеніміз, әр құстың өзіне тән керек жарағы болады екен. Себебі қыранның денесіне, салмағына, тегеурініне қарай жабдық та әртүрлі қалыпта істелген. Бейнематериалдағы ақпарат сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Берілген бір түбір сөзден бірнеше туынды зат есімдер жасаңдаршы. Бірінші, біл. Білгіш. Білім. Білгір. Келесі сөз бас. Басшы. Бастық. Бастау. Келесі су. Сусын. Суат. Сушы. Ал сендер қандай туынды зат есімдер таптыңдар? Көп нүктенің орнына тиісті жұрнақты қойып, туынды зат есімдер жасаңдар. Бірінші сөйлем. Ғарышкер аспан әлемін зерттейді. Келесі сөйлем. Жүргізуші түрлі қашықтыққа жүк жеткізеді. Менің апам тігінші. Серіктің атасы зейнеткер. Астық еңбекпен өндіріледі. Соңғы сөйлем. Біз білім нәрімен сусындаймыз. Балалар, мұндағы ғарышкер, жүргізуші, тігінші, зейнеткер, астық, білім сөздері туынды зат есім болады. Балалар, бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Негізгі және туынды зат есімді анықтадыңдар. Сурет пен тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін құрастырдыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.